Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Жаңа мұғалім бұрынғыларға қарағанда мүлдем басқаша болды. Тіпті нағыз мақтаншақ Джим де оның әдістерімен дауласа алмады. Мұғалім дұға еткеннен кейін балалар екінші рет күйзеліске ұшырады. Егер біз барлығымыз жақсы араласқымыз келсе, онда жаңа ережелерді орнатуымыз қажет. Ережелерді өздерің орнатқандарыңды қалаймын. Джим қатты таң қалды. Мұндай жағдай бұрын соңды болмаған. Сыныпта көшіріп жазуға болмайды. Жарайды, бірақ әрбір ереженің жазасы болуы қажет. Тек сонда ғана ережелер жарамды болады. Кім көшіріп жазса, сол таяқпен 3 рет ұрылады. Иә балалар, ол заманда мұғалімдер мектеп оқушыларын таяқпен жазалайтын болған. Мұғалім осы және басқа ережелерді тақтаға жазды. Бірнеше апта бойы бәрі жақсы болды. Бірақ бір күні таңертең мұғалім сыныпқа мұңайған кейіппен кірді. Кітаптарыңды ашуға асықпаңдар. Менде бір жаман хабар бар. Біреу мектеп ережелерін бұзып, Джимнің сэндвичін ұрлады. Кінәлі өз ісін мойындауға дайын ба? Барлығы қатып қалды. Алдыңғы қатардағы партада отырған Том күбірлей бастады. Мен оны алдым. Менің қарным қатты ашты. Сол үшін оны алдым. Мені кешіріңіз. Том өте кедей отбасынан шыққан еді. Және көбіне тамаққа ақшасы болмайтын. Ешкім Томның жазаланғанын қаламады. Бірақ мұғалім ережеге сай әрекет етуі керек еді. Сендер ережелерді өздерің орнаттыңдар. Кінәлі жазалануы қажет. Әйтпесе ережені ешкім орындамайды. Том, тақтаға шық. Ұрлықтың жазасы 10 соққа. Мұғалім таяқты алды. Күте тұрыңыз. Ол менің бутербродымды алды, ал мен болсам Томды кешіремін. Джим, сен өте мейірімдісің. Бірақ жазаны алып тастауға болмайды. Олай болса, Томның орнына мені жазалаңыз, ал оны жазаламаңыз. Жарайды, бұл мүмкін. Ережеге сәйкес ұрлық үшін 10 соққы. Бірақ ережелерде кімнің соққыға жығылатыны айтылмаған. Сол күні кінәсіз жанның қалай жазаланғанын бүкіл сынып көрді. Өзін ренжіткеннің орнына өзі жазаланды. Сол уақыттан бері Джим мен Том дос болып кетті. Мұғалімнің әңгімесін бәрі мұқият тыңдады. Ол Исаның дүниедегі әрбір адамның жазасын қалай көтергені туралы айтып берді. Исаны айқышқа шегелеген жұма күні Иса кінәсіз болса да, біздің орнымызда жазаланғанын еске салады. Біз бәріміз Құдайдың ережелерін бұздық, ал Иса өз еркімен Құдайдың жазалауын айқыштағы өлімді өзіне қабылдады. Кімде-кім оған сенсе, бостандық пен мәңгілік өмірге ие болады. Құтқарылу мейрамы Исаның өлімнен қайта тірілгенін және тірі екенін куәлік етеді. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.